Баршаңызға сіздермен Сандыгүл. Бүгін сіздерге үй жағдайында осындай кастрюльдерімізді оңай тез кетіру әдісін көрсететін боламын. Видеоның соңына дейін толық көріңіздер, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге осындай екі зат керек болады. Кірсабын керек болады, және де пищевой сода керек болады. Кірсабынды осылай чүркіден өткізіп аласыздар, яғни тез еріп кету үшін. Одан кейін бізге осындай кастрюльдерімізге ысы суымызды қайнатып алдын ала дайындап аламыз. Осы ысып тұрған суымызға манағы кірсабымызды саламыз, және де оның үстіне ас содамыздың бір кәсеге жақындай кішкене қосасыздар. Мына осы көпіреді. Осы көпірген уақытта мына кастрюльдерімізді жайлап салып бастаймыз. Асты басында бары отта тұрады, артынан және орташа отқа қоясыздар. Мына барлығын солай орналастырып саласыздар. Қай жерінде майлығы көп болады, сол жерін көбіне батыруға тырысасыздар. Немесе былай ауыстырып отырасыздар. Одан кейін салғаннан кейін кішкене орташа ортаға қоясыздар. Мен осындай бір қылдап қайнау керек. Сол моментте осылай қолдарыңызға перчатка бірдеме киіп алып, жайлап осылай сықылап, қатты майлы жерлерін осылай судың ішінен салып, осылай сықылап аласыздар. Мен сол кезде жайлап ол кетіп бастайды. Мені көріп тұрғандар. Жібігеннен кейін ары қарай кәдімгідей фермен алып, кәдімгі сыммен асып, тазалап жуып аласыздар. Қыздар, айта кететін жағдай, суда көп ұстамайсыздар. Сыртындағысы жібіп бастағаннан кейін, уже бастағанда бірден ары қарай кәдімгідей фермен алып, сыммен ысып, жуып тастайсыздар. Ұзақ уақыт ұстамаңыздар, себебі деген қатыда қайтып өзіне қайтып кері обратно жабысып қалады. Сондықтан көп ұстамаған абзалырақ осылай бір қайнағаннан кейін, осылай сырты жібіп бастағаннан кейін осылай жуып тастайсыздар. Міне достар, осы әдіспен жасап көріңіздер, тек қана екі қана затпен жасайсыздар. Өте тез жасалатын әдіс, және де осылай ыдыстарың дәл менікіндей осындай аппақ болып шығады. Достар, осы әдіспен жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса комментарий қалдырыңыздар, міндетті түрде жауап беретін боламын. Және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Рахмет, сау болыңыздар.